Қалайсыздар еңішалар мен подписчиктер сіздің әрқашан жазыра біздің елімізде Майнкрафттан екінші бөлім жалғастыратын боламыз достар. Сізге рахмет алдың бөлімге достарыма лайктар, комментарий жатқандарыңыз достар, сіздерге үлкен рахмет достар. Және достар сіздерге ең үлкен рахметін айтатын жерім достар, сіздерге подписать жатқандарыңызға достар, сіздерге үлкен рахмет достар. Және осы қалыптарыңыздан таймай достар, осы видеоларыма әрбір видеома лайктар, комментарий жазып кетіңіздер достар. Және ең басты подписать етуді ұмытып кетпеңіздер достар. Достар, енді сізге рахмет осындай активность күн сайын жинап беріп жатқандарыңызға достар, сізге үлкен рахмет достар. Және мен алдыңғы видеомда айтқанымдай, яғни мен топ комментариймен және де ерекше комментарий шығаратын боламын достар. Мен алдыңғы видеода айтқаным, яғни бірінші бөлімде достар, және міне топ бірінші комментария адам бүйтіп жазып жіберіпті: дами бер братья, короче, подписчик көп, хейтерлер жоқ болсын деп достар. Саған осы үшін рахмет. Және топ екінші комментария: топ алға жүре бер. Және саған да рахмет осы комментарий жатқандарыңызға достар. Және де үшіншісі: бро дами бер, аман бол бро, 10 миллионға подписчик жет бро деп жазыпты. Саған осы үшін үлкен рахметін айтамын. Осы топ 3 комментарий достар. Енді сіздер комментарий жазыңыздар, мен және осы топ 3 комментарий шығаратын боламын достар. және де сіздер ойлатқан болсаңыздар, неге ерекше комментарий жоқ деп достар, сіздерге өкінішке орай алдыңғы видеомда кішкене не жазбай қалыпсыздар достар, яғни ерекше комментария, задание жазбай қалыпсыздар достар. Ерекше комментария неге екен деп түсінбей жатқан боларсыз достар. Ерекше комментария не десеңіздер достар, ол яғни сіздер маған задание жазасыздар, яғни мен не істеуім керек екен, сол заданияны мен орындайтын боламын. Мысалы комментарий білемін бүйтіп жазасыздар, мысалы білмеймін, бір автоматический ферма сал деп, или простой ферма, или үй сал деп достар. Сөйтіп өздеріңізді заданияларын жазыңыз достар. Тек қана ондай үйлеріміз или бір механизм сал дейсіз достар, соның бәрін мен салуға тырысатын боламын достар. және де кішкене менің өзімнің андай ресурстарым жететін, кішкене әлім жететін заттарды жазыңдар достар. Сіздер үлкен өтінемін достар, маған яғни задание жазып кетуді ұмытып кетпеңіздер достар. Және достар, мен яғни ойынымызға келейік өзіміздің Майнкрафт достар. және мен сіздер көрмей тұрғанда яғни кішкене ойнағанмын, кішкене осындай железалар деп достар. және де мен бүгінгі сериямда не істеймін деп жалпы ойлап отыр едім. Жалпы достар, мен осы сериямда кішкене өзімді кішкене тамақпен андай қалай айтсам екен, андай не істеймін екен ойладым, андай тамақпен андай тамақты, в общем тамақтың несін істеу керек болады достар. енді алға қарай тамақ керек болады достар. сол себептен мен осы сериямдан резко ферма салып тастасам екен деп ойладым достар. және бұл ферма андай соңғы серияға дейін болмайды, но тек бастапқы бірінші фермам болады, кішкене дамығанға дейін. және сосын дамыған соң алға қарай кішкене үлкен және жақсы фермаларды салатын боламын достар. және бана көрген боларсыздар достар, бана алдымыздан сиыр өтіп кеткен, сол енді сиырды өлтірмейміз, яғни соның біріншісін жинаған соң енді екіншісін жинауымыз керек болады. және достар, сіздер ойлатқан барсыздар, оның мысалы пшеницаны қайдан алады деп, яғни пшеницамен де сіздер айтқанда, сіздер ойнамай тұрғанда семенаны жинап кішкене судың астынан нелерді өсіріп тастағанмын. мынада екеу өте жақсы. енді туптары енді екі немізге жетеді, яғни екі сиырымызға екеуіне тамақ беруіне. Мына жақта зомби кетіп жатыр, оны алаңдамай ақ қойық. және де біздің бана сиырымыз қайда, қалай қазақша қалай шақырады, мүк қалай, мүк қалай, қалай мүк деп білемін достар, сөйтіп шақыратын секілді достар, білетін барсыздар оның бәрін. достар, бір жағынан міне үй шоқ келу біртүрлі болып кеткен достар. және де егер сіздер достар, даусын азайтып ұмытып кеттім достар, егер сіздерден артық дауыстар шығып кетіп жатса достар, сіздерден үлкен кешірім сұраймын. яғни достар, мына жаңбырдың дауысы өте қатты шығып кетіп жатуы мүмкін достар. және достар, мен басын ұмытып кеттім ғой достар, мен айтуыма достар, мен бүгінгі видео, яғни мен айтып кетейін достар, мен бұл видеомда яғни достар өтінемін сіздерден, мен ойлап тұрмын, сіздер достар өте көп комментарий жазасыздар, сіздер маған мен сіздермен қалады, мен сенімен бірге ойнайынша Майнкрафтта достар, құттықтап күтіп тұрыңыздар. яғни сіздер жазасыздар, мен Майнкрафт сенімен бірге түсірейінші, бірге түсейік деп достар. және достар, өтінемін достар, сол комментарияны мен соған орай достар, интернеттен енді достар сіздермен бірге достар мен бірге ойнайтын боламын достар. мен яғни интернеттен таптым достар, қалай бірге ойнау керек екен болатын достар. оказывается оп-оңай зат екен, яғни Xbox керек достар. сол себепті сіздер достар телефондарыңызға Xbox жазып алыңыздар, тіркеліңіздер достар. тіркелген соң достар обязательно менің яғни неме
андай тек дейді достар, друзья лақтырыңыздар. Оның бәрін достар мен қазірше сіздерге көрсетпейтін шығармын. Яғни достар сіз оның бәрін интернетте бар, соның бәрін қарап көріңіздер. Яғни интернет Xbox-қа тіркелесіздер. Сосын достар, мен обязательно нигім қандай десеңіздер достар, маған друзья лақтырушы мен нигім Мачо, яғни 444 достар. Және достар, мен өтем атымды қате жазасыздар. Кейбірлеріңіз қате жазасыздар достар. Кішкене қате жазбаңыздар достар. Мачо дейтін қалай жазылады достар. Кейбір адамдар МА сосын 4 достар, кейбір адамдар яғни мен оның орнына яғни 0-ді қойып қателеседі достар. Жалпы ол менің атым МА4О деп жазады достар. Көбілеріңіз МА40 деп ба сөйтіп жазасыздар достар. Кішкене мен друзьяма лақтырғанда кішкене сөйтіп дұрыстап жазып лақтырыңыздар достар. Жақсы, онда қазір достар, мен көп сөйлеп кеткен жоқпын. Яғни достар, қысқаша түсіндіріп кетемін достар. Яғни менің Xbox-ыма тіркеліп жаңа достар, сіздер менімен бірге Майнкрафтыма бірге түсіп және бірге выживать ету үшін достар, сіздер менің яғни Xbox-ыма друзья лақтырыңыздар. Менің атым Мачо 444. Яғни достар 4-тен кейін О болады достар, 0 емес өтінемін. Содан дұрыстап қараңыздар достар. Яғни Мачо 444, соны друзья лақтырыңыздар. Xbox-тан мен соны қабылдаймын. Және достар, мен яғни осы видео түсірейін деп жатқаным достар, уақытта сіздерді Майнкрафт ойнап жатсаңыздар, мен сіздерді шақыратын боламын достар. Достар, мына осылай енді достар бізге екінші сиырымызды табу керек болады енді алға қарай. Мына бір жаңа түн жаңбыр дейма, бәрі балшық дейма, бұлшық достар. Енді достар, мен бұл немде яғни не жазбаймын деп ойлағанмын. Модтар жазбаймын деп ойлағанмын достар. Модтар неге жазбайды десеңіздер достар, кішкене білем достар, сіздер алдын комментар жазып кеткенсіз. Иман қылтың бәрін алып кеткен жоқ. Сіздер алдын комментар жазғансыздар достар, яғни сіздер модтар жазғансыздар, яғни оружиянкін және де тамақтыкін және де қандай броня дедіңіздер ма, сондай кіші сондайлар жазғансыздар. Сіздерге сол үшін де рахмет достар. Өкінішке орай мен достар, бұл выживаниямды яғни ерекше ету үшін достар, мен яғни сіздермен бірге өтетін боламын, яғни подписчиктермен бірге достар. Обязательно достар, маған осы Xbox-ыма друзья лақтырыңыздар, және де мен соны қабылдаймын, және де бұйырса менің видеомда бірге ойнайтын боласыздар, яғни выживать ететін боламыз достар. Өте керемет деген ойдамын, яғни сіздермен мен достым бірге выживать етеміз, және де видеоға да түсіп үлгереміз достар. Өте керемет деген ойдамын. Сол себептен ендеше біз не істейміз? Мынаны бүйтіп түсемізден, енді достар, енді екінші сиырымызды тауып алуымыз керек. Давай кір. Міне бірінші қой болды. Енді мына қой, мына сиыр кіріп кет. Міне достар, міне болды. Мына екі сиырымызды таптық, және достар қасына бір қойымызды да қосып таптық достар. Өте жақсы. Енді мына сиырмен мына екі сиырды бір қат, және де достар, мына қойды да достар мен бекер алып келген жоқпын достар. Бір жағынан достар, мен мына нем бар, яғни 8 железом бар достар. Мен сол 8 железомды ножница істеймін, және де достар ножница істеп болған соң, яғни бұның жүнін қиып аламын да, сосын кровать істеймін. Міне мындагел. Енді мына ішінен түсеміз, неше үшеудеш. Мә 2 күн. Үшеуді қуанып отырсам. Жақсы, бірақ нормально барат. Енді мынанда құттай тағдамнан үстіндегі несі өскен соң, сосын тағда бір рет қиып алған соң, енді кровать істейтін боламыз достар. Енді ендеше біз көп сөйлей бермей, яғни немізді бастайық. Яғни тек құттай мини андай қойларды асырайтын ферма емес, шарбақты емес, қалай айтады ойшым достар. Соны бірнемізді істейтін боламыз. Мен өзіме инвентарым толып деймі, базар жоқ. Сосын мына керемес нөрі достар, алдыңғы серияларда білетін боларсыздар, соның кесірінен лава түсі өліп қалдым. Енді 2 сундук істеймізді, және де мына 2 сундук қоямыз, және мына ішіне керемес заттарымыздың бәрін осында лақтырамыз ішіне. Лақтырамыз былай. Болды, енді әзіршеге жеткілікті. Енді біз көп сөйлеміне, яғни немізге көшейік. Фермамыз істеуімізге, өзімізден мал қорамызға, мал қора дейшін ғой. Ферма деппін ғой. Енді мына 12-сін тағы да істейміз. 36-сы болды, өте жақсы. Енді шамамен осындайдың бізге әзіршеге 2 стагы ма жарайтын секілді деп ойлаймын әзіршеге.
16-сын бәрін істейміз. Өте жақсы, 2 стактан жартысы жеткен секілді, қателеспесем. Ендеше мына жерімізді мына жерден бастап фермамызды істеп бастайық онда. Тек әзіршеге достар бұның бәрін алға қарай дамытып кішкене жақсы етіп, оданнан нән істейтін боламыз достар. 100% айтам, нән аны шын өмірлерде болды, нән қоралар, ішінде қой, сиыр бәрі бір-бірімен бытыс өтін достар. Бұйыртса сондай не істеймін, но тек әзіршеге ғана осындай мал қораға арналған тек қана құттай 3-4 ма, тек сондай аз тұратын түрісін алға қарай оның бәрін тамдып не етеміз достар. Алға қарай өте жақсы болады. Енді болады деген ойлаймын достар. Кішкене мына выживаниямда да кішкене ұзақтау түсіріп, кішкене қызықтау етіп түсіруіне тырысатын боламын. Мына үстіне мұндайды да істейміз достар. Яғни пол доска достар, оның бәрі неге екенін білетін боларсыздар. Яғни достар, бұл қойларымыз кішкене жаңбыр жапқанда, мысалы қазіргідей тоңып кішкене үстері бұлшық қалмас үшін. Мысалы мен бұны кішкене тағы да жоғары үлкейтейін, және де оның үстіне мына істеген полу блоктарымызды қоятын боламыз. Шарты блок дейді ол қазақша, иә. Бүйтіп енді қастарынан тап осылаймен айналдырып шығатын боламыз. Өзімізге керекті етіп бұлай енді достар, осының бәрін әстерге көрсетіп алға достар, мен бір ой болып тұр сіздерге. Обязательно достар, соңында комментарий жазып кетіңдер достар. Мен енді сериал түсірсем ба екен деп жүрмін достар. Сіздер білетін боларсыздар, көп Майнкрафт кішкентай сериал түсіреді. Яғни мысалы зомби апокалипсис жайлы достар. Енді телефонымен ондай емес, енді қазақша кішкене андай сондай сериаларды түсірсем ба екен деп жүрмін достар. Оның бәрін сіздер білетін боларсыздар. Яғни интернеттерден қарайтын боларсыздар деп ойлаймын, білетін боларсыздар соның бәрін. Яғни көп адамдар, яғни Майнкрафтерлердің көбісі, яғни ана сериал түсіреді, ана бірінші өлім деп сондай сөйтіп, мындай выживаниямыз, мына сөйлеміз шынымен кино жайлы түсіреді, сериал дейме, кино дейміз достар. Соған ұқсасын түсіреді. Және достар, оған уже біздің немісте ашылып қалды, ауа райымызда өте керемет ол ашылды, күн шақырайып тұр, өте керемет. Енді ана елімізге құттай бірнешеулері жетпей қалды, енді соны істеп тастайтын боламыз. Мынан бітеміз, енді 24 точно жеткілікті, оның бәрі асып кететін бар. Енді нәрге бәрін тап осылаймен жауып шығатын боламыз, және де осыған енді малдарымызды кіргізетін боламыз. Енді кішкене өтірік болсын, әзіршеге жәрі баратын, яғни мал қора әзіршеге барады еді. Олар үшін әзіршеге барады, енді алғари мықты дамытатын боламыз. Мынан бітеміз. Мықты енді кішкене типа кішкене нөмірге кішкене ұқсас болу үшін егер өтірік болсын, типа стойкасы болсын, яғни бүйтіп ұстап тұрады, достар білетін боларсыздар. Осыны ұстап тұрған, типа крышасын ұстап тұрған, өйстіп түзеумен. Және де міне болды, біз неміз бітті. Ендеше біз не істейміз? Сол келе жатқан жерінің топорымыз істеп кетейік, және де оның қасына нөміріміз істеп кетейік. Біреу, сосын ана қасына тағы екеуін істейтін боламыз, және де болған секілді, керемес секілді ары қарай тағы да топорымызды аламыз, мынаяқтан кесіп, және де мынаяққа тап осылай екеуін бұлай қоямыз. Міне болды, енді біздің мал қорамыз бітті. Енді мына малдарын, бірақ ұстан мен шығарам деймін да, малдарымда, бірақ менде пшеница жоқ қой. Пшеница өспеген де әлі, енді аналарды қайдан алам? Жақсы достар, онда кішкене видео, онда достар, видео кішкене паузада тұратын болады. Яғни не өскенге дейін, яғни пшеницаларымыз өскенге дейін видео кішкене паузада тұратын болады достар.
Достар, сіздер таңғалып отқан боларсыздар, достар, мен яғни мына нелеріміз пішіне саламыз, пісі яғни өсіп болған соң достар, және мен жалғастырамын деп айтқаным және достар, мен кешірім өтінемін достар. Неге десеңіздер достар, бұл екінші кадр достар, мен жалпы мына бірінші кадрдан түсіріп едім, осыны қалай істегенім достар, өкінішке ол жазылмай қалды, андай білем видео дұрыстап шықпай қалды емес, видео ашылмай қалды достар. Сол себептен мен достар, сол себептен достар, сіздерге мына екінші кадрмен қайтадан жалғастырайын деген ойдамын. Және достар, оған уже мына бір малымызды тауып алдық, және бұны да кіргізетін боламыз қосып. Енді бізде қанша уже 3 сиырымыз болады, өте жақсы. Кірше сұмырын, мыналар кім үйге істейм. Мыналар енді мынаны жабамыз, және мынаны жауып тастаймыз. Болды достар, мына енді бізде 3 қойымыз бар, 3 үлкен қойымыз, және 2 мен қойдым 3 үлкен сиырымыз, және 2 құттай сиырымыз, және 1 қойымыз бар. Ода өте және достар, мен ұмытып кетіппін ғой. Достар, мен кровать істеймін деген екенмін ғой. Ұмытып кетіппін ғой. Айтпақшы мына үшін жүннің 40 боламыз. Міне болды. Ендеше мынаны аламыз, және мына кроватымыз істейміз. Кроватымыз істейміз. Бұл кроватты әйтеуір осы жерлерге біреуіне қоя саламыз. Жинақ кетіп және достар. Достар, сіздерге достар, біз бүгінгі өмірімізді аяқтаймыз. Достар, біз бүгінгі өмірімізді аяқталды. Яғни әзіршеге достар, осы бірінші екінші сериямыз осындай өтірік болсын достар, бір осындай мал қорамыз істедік әзіршеге. Алғары дамығына өте жақсы етіп салатын боламыз. Алғары уже дамып жатқан достар. Онда біз бүгінгі видеомызды аяқтаймыз достар. Достар, сіздер осы бүгінгі видеодан өзіне керекті мәліметтер және достар, сіздермен мен бана айтқандай менімен қалай бірге видео түсіру үшін екенін айтқаным, яғни Xbox-қа маған дұрыс лақтырыңыздар, және де мен оны қабылдаймын, және де біз бәріміз бірге ойнайтын боламыз достар. Сол себепті өзіне керекті ақпар жинат деген ойдамыз достар. Онда біздің аяқтайтын боламыз достар. Бәріне қош болыңыздар. Адиос.